Қайырлы күн. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сандық және әріпті өрнектер. Біз 4 мысал келтірейік. Бірінші, бізде 7 қосы 3. Екінші, 12 көбейту 6. 100 бөлі 4. Және бізде 4-ші мысал 2 3-ші дәрежеде. Сандықтар, өрнектер деген не ол? Ол тек сандар мен амалдардан құралған өрнек. Сандық өрнектердің мәнін табуға болады. Мысалы, 7 плюс 3 ол бізде 10-ға тең. 12 көбейту 5-ке ол бізде 60 бөледі. 100-ді 4-ке бөлсек 25. 2 3-ші дәрежеде болған кезде ол бізде 8-ге тең. Енді келесі әріпті өрнектер деген не ол? Бірінші мысал келтірейік. 2х плюс 5 ол бірінші мысал. 3а минус б және 3y бөлі 3 минус 1. 3y минус 1. Әріпті өрнектер сандар мен басқа әріптерден тұрады. Мұндай өрнектерді мәнін табуға үшін әріптердің орнына сандар қойылады. Мысалы, бізде а тең 2-ге, б бізде тең 3-ге. И бізге әріпті өрнектің санын табу керек. 8 көбейту а минус б. Қараңыздар, қалай оны табамыз біз? 8 көбейтеміз 2-ге, себебі а-ның орнына біз 2-ні қоямыз. Және минус б. Б бізде 3-ке тең. Ол 3-ті жазамыз мұнда. 8-ді көбейткен кезде 2-ге 16 минус 3. Результатымыз бізде 13 болады. Бүгінгі сабақта біз сандық және әріпті өрнектермен таныстық. Енді келесі сабақта, практика сабағында кездесеміз. Сау болыңыздар.